Түркістан облысының мәдениет және туризм басқармасы мемлекеттік мекемесі тапсырысы бойынша қазақ тілін шет тілі, екінші және туыс тіл ретінде оқытудың лингводидактикалық негіздеріне сүйенген А2, Б1 деңгейлері бойынша бейнефильм. Өзге ұлт өкілдеріне арналған бейне сабақ. Бұл фильмнің тақырыбы қазақ дастарханы. Бәріне сәлем, сіздермен бүгін қазақтың дастарханы жайлы бірге қарастыратын боламыз. Қазақ халқы ата-бабаларынан мирас болып қалған әдет-ғұрыптарды қастерлейді. Қазақтың басты дәстүрлерінің бірі қонақ күту. Қазақ қоғамында ежелден айтылған заңдылық бар. Қонақты Құдайдың елшісінде қарсы алу керек делінген. Өйткені қонақты қусаң құт, ырыс қашады. Соған қарасақ, халқымызды қонақты қарсы алу, шығарып салуға ерекше мән берген. Үлкенге құрмет қазақ халқының жағымды қасиеттерінің бірі. Дәстүр бойынша кішкентай баланы өмірде үлкендермен, дана адамдармен сөйлесу кезінде ұстамдылыққа, әдептілікке үйретеді. Амансыздар ма, апалар? Ой, айналайын, кел айналайын. Қазақтың дастарханы халқымыздың пейілі сияқты кең. Үйіне келген қонақты құтқа балаған дархан мінез ұсынған асынан-ақ аңғарылып тұрады. Қорасындағы соңғы қойын сойса да, біздің қазақ қазан көтеріп етін асады. Құдайы қонағында құшақ жая қарсы алып, бұйырған ас осы екен деп, барын алдына тосуы тек қазаққа тән қонақжайлық болып табылады. Қазақта дастархан басында дұшпан да дос деген мәтел бар. Ой, айналайын. Ай, өзім кішкентай жас қыз болсаң да дәстүрдің бәріне жетік екенсің. Қазақ үшін берекенің қаймағы ақ дастархан. Таспен ұрғанда аспен ұратын еліміз дастархан басында маңызды мәселелерді шешеді. Әулетімен жиналады, қуанышын тойлайды, қайғысымен де бөліседі. Ұлт мәдениеті мен үлгісінде азық-түлік деген ұғым тағам, тамақ, нәпақа, ризық, ырыс, нәрем, және де қорек деп тіленіп аталып жүр. Дастархан, қазан деген сөздер тағам байлығын білдіреді. Дастарханы кең, қазан оттан түспейді деген сөздер арқылы отбасының берекесін, дәулетін көрсетеді. Таспен атқанда аспен ат деген халық қағидасының өте терең мағынасы мен тәлімі бар. Өйткені ас қашанда бірліктің, татулықтың, әділеттіктің, азаматтықтың белгісі болып табылады. Олай болса, қандай халық болса да, ас пен тағамның орны ерекше құнды болмақ. Ақ дастархан жайылды, табақ толы ас келді. Бізге берген асыңыз көбейе берсін басыңыз. Өзі дәм татқан үйге қазақ өзін іштей қарыздар санайды, құрметпен қарайды, ұмытпайды. Бір күн дәм татқан үйге 40 күн сәлем деген сағынышты сәлем жолдап отыр. Бір сөзбен айтқанда, қазақтың өмірі мен тұрмысында, салты мен мәдениетінде ас оның сән салтанатын, халықтық ұлттық қасиетін, дәулеті мен сәулетін, қоғамдық әрі мемлекеттің орнын айқындайтын ұлы әрі ұлағатты көріністерінің айғағы. Дастарханыңа береке берсін, бастарыңа мереке берсін, астарыңа адалдық берсін, бастарыңа амандық берсін. Бірліктің бастауы қазақтың дастарханы. Ел мен елді татуластыруда да, қонақтарды құрметтеуде де өздерінің мырзалық, мәрттік, үлгілі, өнегелі қасиеттерімен артықшылықтарын білдіруді қазақ кең дастархан арқылы, яғни ас, қонақ асы арқылы көрсеткен. Біздің халқымыз асты 3 түрге бөледі. Олар ақ, сүт тағамдары, қызыл, ет тағамдары және көк, жеміс тағамдары. Нанды астың атасы деп бағалаған халық оны барлық астан артық санағандықтан оны бұл 3 түрге қоспайды. Нанды оның қиқымын да жерге тастамауы міне осындайдан шыққан. Нанның қиқымын жеген бала бай болады деп балаларға кесілген нанның ұнтағын да тастатпай жегізген
және соны жеу өскен балалардың бірі өзіміз. Нанды құрметтеуді бұрынғы ата-аналар балалардың кішкентай кезінен айтып, ескертіп, санасына сіңірген. Нанды астың атасы деп бағалаған қазақ халқы оны барлық астан артық санаған. Нан астың басы, құдіретті әрі символы. Қазақтар бір сүттен сұйық, қою, қоймалжың, ащы, тұщы, жұмсақ, қатты, ұнтақ тағамдар жасаған. Олардың көпшілігі қазіргі кезде қазақ дастарханының сирек көрінетін жеңсік ас қатарына жатады. Халқымыздың құрметті кісілерге ұсынатын кәделі әрі орны бөлек тағамдарының ең бастысы қазақша ет. Қазақ халқы 4 түлік етінен басқа шөппен қоректенетін дала тағылары мен құстарын да аулап етін жеген. Жеңсік ас және басқа тағамдар құрт, май, уыз, құрт, көже, келесөк, ірімшік, ежігей, жент, балқаймақ, ақлақ, тағы басқа осы топқа жатады. Ыдысын көріп асын іш. Ұлтымыздың тұрмысы өмір салтында ас сақталатын ыдыс-аяқтарға ерекше көңіл бөлген. Шеберлер ыдысты тек таза, табиғи заттардан жасаған. Салт-дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар ұлт мәдениетінің көрінісі. Олар тамақтың дәрежесін көтеріп қана қоймай, адамдар арасындағы қарым-қатынасты нығайтады. Дастарханау дастархан, берекелі дастархан. Мерекелі дастархан жақсы келсе құт болар, жаман келсе жұт болар. Жолаушымыз біз деген, асыл мұрат іздеген.